Екібастұз қаласында Азамат Смағұловтың құрметіне орай бокс бойынша 5-ші облыстық турнир өтті. Турнир ауқымы жылдан жылға кеңеюде. Осы жылы энергетиктер мен кеншілер қаласына еліміздің 6 өңірінен келген спортшылар жиналды. Біздің тілшіміз турнирдің барысын көріп қайтты. Боксшылар халықаралық дәрежедегі спорт шебері Азамат Смағұловтың жүлдесі үшін күресті. Жарысты өткізу үшін Жасыбай алаңы кездейсоқ таңдалмады. Азамат Смағұлов Екібастұз спорт кешенінің тәрбиеленушісі. Все бои с первых дней идут очень, алғашқы күндерден бастап барлық жекпе-жектерге бәсекеге қабілетті спортшыларымыз қатысуда. Ойында ең қызығы соңғы жекпе-жек деуге болады. Командалар өте мықты боксшыларды әкелді. Келесі турнирде біздің балалар спорт шеберіне үміткерлердің санаттарын орындаулар үшін республикалық ауқымда өткізуді жоспарлап отыр. Бұндай турнирлерде біз облыстық балалар өз шеберліктерін арттыру үшін ұйымдастырып отырмыз. Турнирге Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстары мен Қарағанды, Астана, Көкшетау қалаларынан 200-ден астам спортшы қатысты. Я выиграл 2 дня. 2 күн қатарынан жеңіске жеттім. Бүгін молодежке боксшысымен жекпе-жекке шығам. Бірінші күні осы команданың қатысушысын жеңіп, келесі күні Көкшетау қаласының спортшысын ұттым. Финалда бәлкім ұтып қалармын. Турнирдің қорытынды ойындары басталды. Бүгін Азамат Смағұловтың құрметіне орай бокстан ұйымдастырылған 5-ші облыстық турнир жүлдегерлерінің есімдері белгілі болады. Салтанат Бауыржанқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат, Екібастұз қаласынан.